Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін сіздерге пайдалы және тойымды ПП ватрушкидің рецептісін ұсынамын. Таңғы асқа, түскі асқа және кешкі асқа да жей беруге болады. Тағы басқа жаңа ПП рецепттерді көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Тіркелу тегін. Алдымен ыдысқа 5% сүзбе саламыз. Үстіне жұмыртқа және 3 грамм қант алмастырғыш салып, шанышқымен жақсылап тұрып араластырамыз. Глютенсіз ұн қосамыз, менде күріш ұны. Тағы араластырамыз. Қолға қатты жабыспайтындай қамыр шығу керек. Енді қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Қолымызды суға кішкене сулап, ватрушкидің формасын видеодағыдай жасаймыз. Яғни ортасы кішкене шұңқыр болу керек. Ортасын міндетті түрде шанышқымен тесіп шығамыз. Қыздырылған пеште қызарғанша дейін 180 градуста 15 минут пісіреміз. Енді салмасын дайындаймыз. Орташа отта сотейникке құлпынай, су, кукуруз крахмалын қосып араластырамыз. Бетін жабамыз. Арасында араластырып тұрыңыздар. Сіздерде осындай варенье сияқты масса шығу керек. Пештен ватрушкиді шығарып, ортасына құлпынай салмасын салып шығамыз. Тағы 180 градуста қызарғанша дейін 20 минут пісіреміз. Міне достар, біздің ПП ватрушки дайын. Маған дәмі өте қатты ұнады, жеңіл әрі оңай жасалынады. Арықтап, ПП ұстап жүрген жандарға міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын.